Саламатсыздар ма оқушылар? Менің даусым естіліп тұр ма? Ал олай болса, даусым естіліп тұрған болса, жайлап бастай берейік. Барлығыңызға қайырлы күн. Мені танитын боларсыздар, алдыңғы аптада сабақ өтіп көрсеткен болатынмын. Енді бізде аптасына 3 рет сабақ болады. Сол 3 сабақтың екеуін ағайларыңыз, біреуін мен өтетін боламын. Сонымен қатар ағайларыңыз 10-шы сыныпқа дейінгі тақырыптарды өтетін болса, мен сіздерге 10-11-ші сыныптың тақырыптарын өтетін боламын. Яғни бір аптада 3 сабақтың алғашқы екеуі, қазір сіздер Қыз Жібек, Кеңесары солар өтіп жатырсыздар ғой, екеуі бұрынғы заманда өтіледі 2 күн, одан кейін 1 күн жаңа форматта өтетін боламыз. Себебі сіздер материалды толық қамтып, үлгеріп кету үшін. Енді алдында сіздерге өзімді толық таныстырған жоқпын, бүгін өзімді толық таныстырайын. Жалпы есімім Исатай Гүлшат, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде қазақ тілі әдебиет пәні бойынша оқимын. Сіздерге енді бір рет сабақ беретін боламын. Сонымен қатар өзімнің талаптарымды да осында айтып кетейін. Біз сабақ өтеміз, сабақ өткеннен кейін берілген шығарманы міндетті түрде оқып отыру қажет. Мысалы, бүгін бізде Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстазын оқып, дайындалып, келесі сабаққа толығымен дайын болып келу керек. Сабақтың басында мен ол шығарма оқылды ма, оқылған жоқ па тексеру үшін 1-2 сұрақ қойып өтетін боламын. Одан кейін шығарманы оқып оқымағандарыңызды дәлелдеу үшін менің телеграмыма композициялық құрылым жазып жіберулеріңізге болады. Болмаса, мен оқушыларға айтамын, бір блокнот алып, оқыған шығармалардың кейіпкерлерін жазып, мінездеме беріп, қысқаша сюжетін жазып өтіңіздер деймін. Себебі ол кейін болашақта университет қабырғасында да қажет болады. Одан кейін 4 баспаны түгелімен оқимыз, бұл міндетті түрде, себебі үй жұмыстарының ішіндегі ақпараттар 4 баспаны толық қамтиды. Егер 4 баспаның кітабы жоқ дейтін болсаңыздар, мен сіздерге кураторларыңызға жіберіп беретін боламын. Олай болса, таныстық деп ойлаймын. Ары қарай сабағымызды бастайық. Бүгін бізде Шыңғыс Айтматов пен Ұлықбек Есдәулет туралы өтетін боламыз. Шыңғыс Айтматов, Ұлықбек Есдәулет бұл бізде 10-шы ХГБ кітабында бар, яғни бар тақырыптар. Солардан бастайық. Бүгінгі жоспар бойынша Шыңғыс Айтматовтың өмірі мен шығармашылығы, алғашқы ұстаз шығармасын толығымен талдап шығатын боламыз. Сонымен қатар Ұлықбек Есдәулет, оның біз түркілеріміз атты өлеңін талдау. Олай болса, кеттік, бастайық. Бізде Шыңғыс Айтматов десе, бұл алғашқы ұстаз, болмаса Жанпида, Ақкеме деген секілді шығармалары есімізге түседі.
Енді осы кісі қай жердің тумасы, қандай шығармалары бар екен, қандай жетістіктері бар екен тоқталып өтейік. Себебі әдебиеттен шығарманы өтпес бұрын сол әдебиеттегі шығарманың авторын толығымен танып білу бұл өте маңызды. Олай болса, Шыңғыс Айтматов деген бізде Қырғыз Халық Республикасының халық жазушысы екен. Бұл Қазақстанның емес, Қырғыз халқының жазушысы болып табылады. Талас өңірінің Шекер ауылында дүниеге келген. Бұл қатты бір маңызды емес, ұбт-да келмейді. Одан кейін бұл кісі жаңағы мансап қуып Қазақстан жеріне келеді. Қазақстандағы Жамбыл облысында зоотехник мамандығында жұмыс атқарып, Қазақстанда қалып, сол жақта жаңағы шығармаларын жазып бастаған екен. Одан кейін ең алғашқы жаңағы жұмысын, ең алғашқы жазушылық қабілетін осы Әшім деген әңгімесі арқылы жарыққа шығарған екен. Әшім, жаттап алайық. Енді мендегі бір ұстаным оқушыларға лайфхак арқылы түсіндірем. Мысалы, қараңыздар, мен мына суретті сіздерге әдейі қойған жоқпын. Мына үлкен, түрі үлкен көрініп қалған кісі Шыңғыс Айтматов. Енді үлкен кісілердің бетінде көбінесе әжім болады. Яғни Әшім дегенді әжім деген сөзге ұқсатып жаттап алыңыздар. Есте қалады жақсы. Одан кейін келесі бізде бұл кісінің шығармаларымен толық танысайық. Бұл ұбт-да келеді, алдыңғы жылы көп келген. Ол бізде әңгімелері деп бөліп қарастырамыз, романдары деп, сонымен қатар осы екеуінің алып тақырыбына тоқталатын боламыз. Кеттік. Әңгімелері Аспалы көпір, Жәмила, Алғашқы ұстаз, Қош бол Гүлсары, Ертегіден соң Ақ кеме деген секілді әңгімелері бар екен. Енді бұны біз қалай байланыстырсақ болады? Алдында пробный сабаққа қатысқан оқушылар менің байланыстыру әдісімді біледі. Чатқа қалай байланыстыруға болатынын жазып өтсеңіздер. Мысалы, Алғашқы ұстаз дегенде көпір бар. Дүйсен мен Алтынайдың өтетін көпірі бар. Көпірдің үстінен алғашқы ұстаз Гүлсары, яғни алғашқы ұстаздың аты примерно Гүлсары бола салсын, Гүлсары мен Жәмила өтіп бара жатыр. Осылай болса қалай? Жоқ, былай жаттап алыңыздар. Көпір бізде көп жағдайда қандай кезде болады? Судың үстінде болады, яғни кеме мен көпір бір-бірінен тығыз байланысты. Судың үстінде ақ кеме кетіп баратыр. Ақ кеме көпірге жақындап қалды. Көпірдің жанында Жәмила мен Гүлсары күтіп тұр. Осылай жаттап алыңыздар. Яғни Аспалы көпір, Жәмила, Гүлсары, ақ кеме примерно жобамен келеді. Одан кейін бізде бұл кісінің романдары бар екен. Жанпида, Боранды бекет, немесе мына шығарманың атауы ғасырдан ұзақ күн деп айтылады. Сосын Кассандра таңбасы. Енді мына екеу, Жанпида мен Боранды бекеттің тақырыбы келуі мүмкін, бірақ Кассандра таңбасы келеді деп айта алмаймын. Жалпы әңгімелер мен романдардың тақырыбын көрдіңіздер. Енді бұл шығармаларының негізгі сюжеті, негізгі тақырыбы қандай екен? Яғни бұл гуманизмге арналған екен. Негізгі тақырыптар ол деген гуманизм деген бір-біріне қарама нәрсені салыстыру, қарама-қарсы нәрселерді. Жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, ақ пен қара деген секілді гуманизмге арналған екен. Одан кейін жалпы бұл кісінің шығарма жазудағы ерекше бір стилі мифтік шығармаларды пайдалана отырып, олардың деңгейін жаңа белеске көтеріп, заманауи тақырыпта сөйлете алады екен. Енді мысалы мифтік дегенде, мен мынау Боранды бекет деген шығармасын оқып көргенмін. Бұл жерде шынымен миф бар. Бұл жерде бір кісі қайтыс болады, ол кісінің жаны келеді, бір түлкіге қонады. Сөйтеді, түлкі орманда келе жатып, жаңағы қайтыс болған адамның жан досына жолыққан кезде, жаңағы жан досы түлкіге қарап тұрып, өзінің қайтыс болған досын еске алады. Ол негізі бұл миф қой, адамның жаны жануарға барып қонады деген өтірік нәрсе. Бірақ Шыңғыс Айтматов кейбір шығармаларында осындай бір мифтік ұстанымдарды ұстанып шығармасын жазады екен. Одан кейін бізде бұл кісінің көп деген шығармалары, көп дегенде нақтырақ айтқанда 20-дан астам шығармалары экрандалған, немесе сахнаға, театрларға қойылған екен. Соларды міне айтып өтейік. Мысалы, біріншісі белгілі режиссер Мәмбетов деген кісі ғасырдан да ұзақ күн, яғни жаңа айттым ғой, бұның екінші атауы Боранды бекет. Боранды бекет. Осы шығармасын 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында қойған екен. Енді бұл жерде жаттап алу керек нәрсе, Мәмбетов ғасырдан да ұзақ күнді 83 жылы қойды. 83-ке байланысты бір нәрсені ассоциация жасап жаттап алыңыздар. Мысалы, бұны былай жаттасақ болады.
83 жылы менің мамам туылған кезде ғасырдан да ұзақ күн шығармасы театрға қойылыпты деген сияқты қылып жаттауға болады, иә. Одан кейін келесі 84 жылы Мәскеудегі Вахтангов атындағы мемлекеттік академиялық драма театрында осы шығарма қайтадан қойылады. Осы шығарма, яғни 1 жылдан кейін. Болмаса былай жаттап алуға болады. 83 жылы менің папам дүниеге келді, 84-те мамам дүниеге келді деген сияқты осылай жаттап алған дұрыс негізі. Одан кейін Шыңғыс Айтматовтың драматург жаңағы Мұхамеджанов деген кісімен бірігіп жазған Көктөбедегі кездесу деген спектаклі бар екен. Бұл да бізде көптеген елдерде қойылым ретінде қойылады екен. Көктөбедегі кездесу, осыны жаттап алайық, иә? Одан соң бізде келесі Тазиза Жұбанова Боранды едіге немесе Айтматов аңыздары атты опера жазған екен. Сонымен қатар белгілі режиссер Ардақ Өмірқұлов та Айтматовтың шығармасына негіздеп Қош бол Гүлсары атты көркем фильмді түсірген. Негізі барлығымыз бұл Қош бол Гүлсарыны білетін шығармыз, жылқыға арнап жазылған көркем туынды. Бұның кітабы да бар. Сонымен қоса, осы кітаптың негізінде, осы шығарманың негізінде Ардақ Өмірқұлов осы шығарманы кино ретінде түсірген екен. Оқушылар, мынаны міндетті түрде жаттап алыңыздар. Мына ұбт-да келеді, алдыңғы жылы келген. Тағы да осы жерге бір қайталап өтейік. Қараңыздар. Ғасырдан да ұзақ күн дегенді қойған театрға. Одан кейін ол 1 емес 2 рет қойылған. Одан кейін Көктөбедегі кездесуден кейінгі Қош бол Гүлсары, одан соң Боранды едіге немесе Айтматов аңыздары. Осы 5-еуін нақты жаттап алыңыздар. Бұл себебі ұбт-да келеді. Одан соң бізде жалпы осы жерге қорытындыладық деп ойлаймын. Шығармаларын міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бұл кісінің шығармалары ұбт-да келу ықтималдылығы 20% ғана. Көбінесе бұл кісінің алғашқы ұстаз деген 10-шы сыныптың баспасында жарияланған әңгімесі келеді екен. Енді осы шығарманы толығымен отырып талдап көрейік. Қараңыздар, алғашқы ұстаз бізде Шыңғыс Айтматовтың шығармалары повесті болып табылады. Повест жаттап алыңыздар, повест. Бұл шығармада автор не айтқысы келді? Бұл шығармада негізі білетін болсаңыздар 1924 жылы орын алған бұл шығарма. 24 жыл қазақ халқы үшін аумалы төкпелі нәубет замандардың бірі болды. Ашаршылықтың басталып келе жатқан кезі, болмаса азамат соғыстарының басталған кезі, аяқталған кезі, халықтың әлеуметтік жағдайы өте нашар. Болмаса ол кезде кедей таппен бай, кедейлер мен байлар деген жаңағы ұғым болды. Солардың жеке-жеке бөлінуі, болмаса кедейдің қызын байға беріп, жаңағы малды айырбастау деген секілді неше түрлі жағдайлар кездесті. Тура осындай кезде бізде Ақжар деген ауылдың маңында, негізі шығарма Ақжар ауылында суреттеледі. Ақжар ауылында 2 қос терек бар екен. Терек. Осы 2 теректің мағынасын ашу барысында алғашқы ұстазы өтетін боламыз. Енді бұл алғашқы ұстаздың негізгі кейіпкерлері Дүйсен, сонымен қатар Алтынай деген қыз болады. Енді Алтынайды жаңа айтып өткендей, жағдай өте төмен, ата-анасынан ерте айырылған жетім қыздың тағдыры. Бұл жетім қыз ағасы мен жеңгесінің қолында тәрбиеленеді. Енді бұл жерде жеңгесі өте нашар адам ретінде суреттеледі. Себебі қалай айтсам екен, Алтынайды өзінің қара басы үшін байдың баласына тұрмысқа беріп, өзінің жағдайын жасап алу мақсатында Алтынайды пайдаланады. Ал негізінде оның шындап келгенде Алтынайға ешқандай жаны ашымайтын еді. Одан кейін бір күні дейді, жалпы шығарма басталған кезде осы Ақжар ауылында бір мектеп ашылайын деп жатады. Сол мектепке қаладан, шет жақтағы ауылдардан түрлі жаңағы белгілі адамдарды шақырады. Сол адамдардың арасында Алтынай Сүлейменова деген кісі болады. Ол бізде мынау Алтынай Сүлейменова. Алтынай Сүлейменова сол жаңағы мектептің ашылуы кезінде өте үлкен беделге ие болады. Яғни алғашқы сөзді Алтынай сөйлейді. Осы мектептің ашылуына үлесін қосады, жалпы айтқанда. Одан соң сол мектепті ашушылар, комиссия мүшелері кешкі уақытта жиналып, бір үйде тойлап отырады. Сол кезде қателеспесем,
мектептің директорының үйіне барады ғой. Мектеп директорына бір пошташы жігіт хат алып келіп береді. Ал ол пошташы жігіт кім еді? Ол бізде Дүйсен болатын. Дүйсен, иә, пошташы. Сөйтеді да бұл кісі жаңағы директорға хатты тастап кетеді. Сол кезде бір отырған адамдардың арасындағы біреу Дүйсен үйге кірсін деген хабарды айтады. Бірақ Дүйсен атын ары қарай жылжытып алып шауып жөнеледі. Сонда арадағы біреу бұндай адамның, үкіметтің жаңағы жұмысын жасайтын адамның қолы босамайды, бұл үйге кіріп не істейді деген сөзді айтқан кезде Алтынайдың құлағына Дүйсен деген ат елең ете қалады. Сонда Алтынай орнынан тұрып бірден Мәскеуге аттанып кетеді. Яғни бұл Мәскеуде оқитын еді, иә? Мәскеуге аттанып кетеді. Содан Алтынай бізде ойлана келе жаңағы негізі әңгімені бір суретші жігіт баяндайды ғой. Алтынай сол суретші жігітке Мәскеуде отырып хат жазады. Мен саған Ақжар ауылының құпиясын, Қостеректің құпиясын, мектеп туралы айтқым келеді деп барлық өмірін айтып шығады. Ол жерде не жазылған? Ол жерде Дүйсен деген кім жалпы? Дүйсен жалпы 1924 жылы бізде әскерден оралады. Әскерде жартылай өзінің сауатын ашқан кісі, солай ауыл балаларына білім бермекші болады. Солай халықты жинап, балаларды іріктеп жатқан кезде Алтынайдың жеңгесі Алтынайды оқуға бермей қояды. Алайда Алтынай енді арасында барып, жаңағы Дүйсеннің ашқан мектебінде оқып жүреді. Тезек тасуға көмектеседі арасында. Дүйсен мектепті қайдан ашты? Ол кезде жаңағы ақтар қашып, қызылдар қуып деген заман болды ғой, Ақбілекті оқысаңдар білесіңдер. Сол жерде қашқан байлардың қорасы бос қалған. Байлардың қорасы. Сол қорасында Дүйсен шағын мектеп ашып, балаларды оқыта бастайтын еді. Бір күні Алтынай сабаққа келмейді, сөйтсе оны жеңгесі жібермей қояды. Алтынай ағасынан, жеңгесінен сұранып жүріп, әйтеуір мектепке баратын болады. Осылай жаңағы Алтынай мен Дүйсеннің арасында ағалық, болмаса аға ретінде қарым-қатынас орнатылады. Алтынай үшін Дүйсен жаңа өмірге бағыт берген ұлы адам ретінде көрінді. Себебі жетім қыз үшін бұл өте үлкен мүмкіндік еді. Білім алу, болмаса қалаға барып өзін дамыту деген шынымен де үлкен мүмкіндік болды. Солайша бізде жаңағы Дүйсен, Алтынайдың есінде Дүйсен қалып қалады. Қостеректе жаңағы Қостеректің де мектептің де негізгі құпиясы осы болатын еді. Бір күні Дүйсен қалаға жол жүріп кетеді. Сонда қат, алай-дүлей боран болып, Алтынай уайымдап, сол кезде Алтынай аға жеңгесінің үйінен сұранып, Дүйсеннің жаңағы тұрып жатқан атасы мен апасының үйіне барады. Ол кезде Сайқал кемпір мен Қаратай шал болу керек. Солардың үйінде тұрады Дүйсенді күтіп. Одан кейін Алтынай соларға көшіп келеді. Негізі ол шал мен кемпір Алтынайдың бір туысқандары болып келеді. Содан кейін сол кезде Лениннің қайтыс болған кезі болады. Ленинді оқушыларға дәріптейді осы Дүйсен. Мектебінің қабырғасында Лениннің суреті ілініп тұратын. Жалпы осындай. Одан кейін Алтынай бұл хатты негізгі жазу мақсаты жаңағы ашылып жатқан Ақжар ауылындағы ашылып жатқан мектепке Дүйсеннің атын беру керек. Себебі осы ауылда ең бірінші сауат ашып көзімізді ашқан Дүйсен болатын деген ұсынысты суретші жігітке не істейді, жеткізеді. Солай жалпы шығарманың қысқаша сюжеті осындай болатын. Қысқаша сюжеті осындай. Міне көріп тұрсыңдар, мынау Алтынай, мынау Дүйсен, мынау жаңа өзендердің арасынан Дүйсен балаларды осылай алып өткізетін болған. Жалпы осында. Енді құрметті оқушылар, шығарманы біреу айтып бергенмен сіздер түсіне салмайсыздар. Сондықтан шығарманы толығымен оқып шығу қажет. Бұл шығарма ары кетсе бір 20-30 бетті ғана қамтиды. Аса қатты ауқымды шығарма деп айта алмаймын. Сондықтан бүгінгі күндеріңізді осы шығарманы оқумен бастаңыздар. Одан соң бізде алдыңғы жылы осы шығармаға байланысты мынандай бір сұрақ келген тұғын. Алғашқы ұстаз шығармасындағы академик деген сұрақ келді. Енді академик кім деп ойлайсыздар бұл шығармадағы? Білесіздер ме? Алғашқы ұстаз шығармасындағы академиктің есімі кім? Бұл алдыңғы жылы ұбт-да келген. Жоқ, Сәтбаев емес. Бізде шығармадағы академик Алтынай
Сүлейменова болды, иә? Жаттап алыңыздар. Бұл осы жылы қаңтар ұбытысында немесе наурыз ұбытысында Сүлейменова келіп қалу ықтималдылығы бар. Алтынай Сүлейменова бұл академик. Неге? Себебі жаңа айттым ғой оқушылар. Бұл ауылдан Мәскеуге барып, жаңағы Ташкентке барды айтпақшы. Ташкентке барып, сауатын ашып, үлкен ғылым қызметкері болып, академик атанып, өзінің бұрынғы туып өскен ауылына беделді кісі болып барды ғой мектепті ашуға. Солай емес пе, иә? Академик болып ауылына оралды. Бірақ Алтынай ауылына барған кезде аға жеңгесінің үйіне барған жоқ. Неге? Себебі олардан көрген қорлығын ол ұмытқан жоқ, иә? Ұмытқан жоқ, дұрыс. Енді оқушылар, шығарманы оқыңыздар, толығымен. Ары кетсе 1 сағат уақыттарыңыз кетеді. Оқып болғаннан кейін мен айтқандай, жаңағы бір блокнотта шынымен арнап қойыңыздар. Алғашқы ұстаздағы, мысалы, жазыңыз Шыңғыс Айтматов, алғашқы ұстаз, бірінші кейіпкер Алтынай. Алтынайға шағын мінездеме беріп өтіңіз. Дүйсенге де мінездеме беріп өтіңіз. Одан соң оқиғадан түсінген шағын түйініңізді жазып қойыңыз. Одан соң оқиғаның басталуы қалай болды, дамуы, шиеленісуі, шарықтауы, шешімі қалай болды. Осыны жазып отырыңыз. Бұл ертең университет қабырғасында да қажет болады. Одан кейін сол жазғандарыңызды кураторларыңызға конспект ретінде жіберуге болады, немесе менің телеграм каналыма, телеграмға жіберіп тексертіп отырсаңыздар да болады. Енді осыны бірге шешіп көрейік. Оқиғаның басталуы қалай болады деп ойлайсыздар? Мына жақта оқушылар жазып жатыр, біз бұны өтіп қойған, біз білеміз дейді. Өткен болсаңыздар, білетін болсаңыздар, оқиға қалай басталады? Қане? Оқиға қалай басталады? Оқиғаның басталуы жалпы мектептің ашылуы, иә. Одан соң жаңағы суретшінің Алтынайды шақыруы, академиктің келуі, соның барлығы басталуы болып табылады. Оқиғаның дамуы Дүйсеннің жаңағы директорге хатты алып келіп беруі, Алтынайдың Дүйсен туралы қайтадан есіне түсіруі, иә. Оқиғаның шиеленісуі, Алтынайдың Мәскеуге кетіп қалып, суретшіге хатты жазуы. Оның шарықтау шегі жалпы жаңағы мектептің ашылуы қалай болды, ауылдың тарихы, иә. Жаңағы өзінің Дүйсен мектебі деген. Оқиғаның шешімі мектепке Дүйсен мектебі деген атаудың берілуі. Дүйсен мектебі, иә. Осындай композициялық құрылым жасап шықсаңыздар. Жалпы бізде Шыңғыс Айтматов түсінікті болды ма? Бұл кісінің шығармалары, қандай шығармалар естеріңізде қалды? Қане жазып өтейік. Мен жаңа айттым, судың үстінде кеме болады дедім, яғни оның ақ кемесі бар. Ол судың жанында көпір болады дедім, ол аспалы көпір, иә. Сосын аспалы көпірде күтіп тұрған екі қыз, яғни алғашқы ұстаз деп жаттап алыңыздар дедім. Екі алғашқы ұстаз, Жәмила мен кім дедім? Гүлсары дедім. Гүлсары, қош бол Гүлсары деген мағынамен жаттап алыңыздар. Осылай бір-бірімен байланыстырыңыздар. Одан кейін қандай романдары бар еді? Қане? Өзі 3 қана романы болған, бірақ мен екеуін міндетті түрде жаттап алыңыздар дедім. Жанпида, дұрыс айтасыз, Фируза. Жанерке де дұрыс айтады, Жанпида, сосын екіншісі Боранды бекет. Енді Фируза Нұрай, Боранды бекеттің алғашқы немесе екінші нұсқасы қалай еді атауы? Боранды бекеттің екінші атауы қалай еді? Боранды бекет. Боранды бекеттің екінші атауы қалай дедім? Жаңа ғасырдан да ұзақ күн, ғасырдан да ұзақ күн. Енді екінші тағы да бір сұрақ қояйын. Ғасырдан да ұзақ күн деген шығарма қай жылы ең бірінші театрға қойылды? Қай жылы қойылды? Қане, тезірек кім бірінші жауап береді? Өзі бұл ғасырдан да ұзақ күн театрға 2 рет қойылды. Біреуін папамның туылған жылы, біреу мамамның туылған жылы жаттап алыңдар едім. Өте дұрыс айтасыңдар оқушылар. 1983 жылы құрылған екен. Одан кейін екіншісі 84 жылы құрылды. Естеріңде қалып жатыр екен, қуаныштымын. Одан соң келесі Ардақ деген кісі қандай шығармасында кино түсірді? Ардақ деген кісі қандай шығармасына кино түсірді?
қане қандай шығарма еді оқушылар? Өте дұрыс айтасың, Диана. Қош бол Гүлсары, Қош бол Гүлсарыға кино түсірген екен. Жаңа араларында оқып отырсам, Қош бол Гүлсарының киносын көрген қыздар да бар екен. Жарайсыңдар, жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Оқушылар, осы сабақтан кейін отырып алып, осы шығарманы оқып тастаңыздар, сосын телеграмға маған оқыдым деп жазыңыздар. Сосын сіздермен осы шығарма туралы пікір алмасып, жалпы бір-біріміздің ойымызды біліп, сондай бір сұхбат жасайық. Сонда жаңағы пікір алмасқан кезде, ойымызды бөліскен кезде шығарма есімізде өте жақсы сақталады. Бізде әдебиетте мұғалім чаты болу керек. Сол чатта осы шығарманы күніне бір рет талдап отырсақ, жақсы болады негізі. Кеттік, келесі. Бізде екінші тұлғамыз Ұлықбек Есдәулет. Бұны мен алдында пробный сабақта өткен едім, алайда ол кезде бір 5-6 ғана оқушы көрді, сонымен бүгін қайтадан өтем. Бұл бізде 10-шы ХКП-ның бағдарламасы. Бұл кісі 1954 жылы дүниеге келген, қазіргі кезде тірі бұл кісі. Бұл кісінің енді елге сіңірген пайдасы өте үлкен, орасан зор деп айтқым келеді. Бұл кісі бізде Шығыс Қазақстан облысында Зайсан ауданы үлкен Қаратал деген жерде дүниеге келген екен. Шығыста дүниеге келген. Одан кейін Қазақстан халқына жалпы еңбек сіңірген қайраткер, түрлі жаңағы сыйлықтардың иегері, жазушы, осылайша таба алайық. Енді бізде бұл кісінің жаңа айтып жатырмын ғой, орасан зор көмегі неге дейді? Бізде әдебиетшілер, сіздер білулеріңіз керек, Қазақстан Республикасында жалпы Қазақстан жазушылар одағы деген ұйым бар. Мынандай ұйым бар. Ол ұйымда бізде сонау 20 ғасырдың бас кезінде құрылған бұл. Осы кезде өздеріңіз білетіндей небір ұлт зиялылары Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы секілді түрлі жаңағы ұлы тұлғаларымыз осы жерде жұмысын жасап, осы жерде түрлі саяси бағдарламаларды іске асырған. Бұл қазіргі кезде бұл здание бар. Енді бұл 2020 жылы бизнесмендердің қолына өтіп кетпекші болып тұрған жерінен Ұлықбек Есдәулет бұл зданияны қайтарып алады, бұл мекемені. Сөйтіп қайтарып алады да, бұл көненің көзі, бұл жаңағы мекемені ары қарай дамытып, осы жерден түрлі әдебиет өкілдерін шығаруымыз керек деп, қазіргі кезде осы жазушылар одағының төрағасы қызметін атқарып отыр екен. Түсінікті ғой, жазушылар одағының кім жаңа құтқарып қалды дейтін болса, Ұлықбек Есдәулетті ойланбай айта берсеңіздер болады. Ақындардың жылдары ұбт-да өмір сүрген жылдары сұралмайды, бірақ соңғы кезде байқап жүрмін, шығармаларының жылдары сұралып жатыр екен. Енді сіздерге қызықты мәліметтер айтып өтейін. Негізі әдебиетті қызықтырып өтуге болады. Оған байланысты мысалы Ұлықбек Есдәулеттің өмірінен бір үзік сыр айтайын. Ұлықбек Есдәулеттің әкесі негізі Ұлы Отан соғысына барған жаңағы ардагер екен. Сол кезде Ұлықбектің әкесіне өте ауыр жарақат оқ тиеді, ауыр жарақат алып қалады. Сол кезде бұның әкесіне Ұлықбек деген кісі алғашқы көмекті көрсету арқылы бұның әкесін аман алып қалады. Сол кезде Ұлықбектің әкесі ол кісіге, егер мен үйленіп, еліме аман-есен қайтып жатсам, бірінші туылған баламның есімін Ұлықбек деп қоям деп, ол кісіге уәде берген екен. Соғыс бітеді, әкесі елге аман-есен оралады. Сөйтеді, аман-есен оралғаннан кейін жаңағы отау тегет шаңырақ көтереді әкесі. Солай бірінші балалар дүниеге келеді. Бірінші балалар дүниеге келген кезде қазақ халқында қандай ырым бар еді? Бірінші бала ол ата мен әженің немересі, яғни оның атында атасы мен әжесі қояды. Солай бірінші баланың есімін атасы мен әжесі Бақытбек деп қояды. Ал Ұлықбектің әкесінің ішіндегі өкініш, мен уәде берген кісінің жаңағы есімін балама қоя алмадым деген өкініші болады. Солай екінші баласын дүниеге келген кезде міне оның есімін Ұлықбек деп қойып отыр екен. Шығу тарихы осыдан. Одан кейін Ұлықбек Есдәулет өзінің бір сұхбатында айтады, менің есім ақыл есім 2 жасымнан бастап барлығын біледі, есімде дейді барлығы. Оған себеп мен кішкентай кезімде көршінің баласы бар тұғын дейді, сонымен ойнап, сонымен күнімді өткізетінмін дейді. Ол ылғи есіктің алдындағы скамейкаға келіп отырушы еді дейді. Бірақ бір күн болды, 2 күн болды, 3 күн болды, тіпті 1 апта болды. Ол бала есіктің алдына келген жоқ дейді. Сөйтсе ол бала
туберкулез ауруынан қайтыс болып кеткен екен. Міне осы жылдары бір осындай туберкулез деген ауру кеңінен тарап кетті ғой, осы аурудан қайтыс болады. Уақыт өте келе Ұлықбек Есдәулет ата-анасымен, аталарымен бірге зират басына барып, ата бабасына Құран бағыштауға барады. Өтіп бара жатқан жерден көршінің баласының зиратына көзі түсіп кетсе, ол бала 1956 жылы қайтыс болған екен. Бұл кісі өзі 54-те толған. Анау көршінің баласы 56-та қайтыс болған. Сонда арасы 2 жыл. Сонда Ұлықбектің айтып отырғаны, мен 2 жасымнан бастап ақыл есімді білем, кішкентай кезімнен бергі өмірімді білем деп тұр. Түсінікті ғой, осындай бір қызықты мәлімет бар екен. Олай болса, осы бетті скриндап алып, кураторларыңызға жіберіңіздер, сіздерді 2-3 минут күте тұрайын. Скриндап алыңыздар. Скриндап болған соң кураторға жіберіңіздер. Келесі Ұлықбек Есдәулеттің оқу орны, яғни білім алған оқу орындары Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің журналист мамандығын аяқтаған екен. Қазіргі кезде сіздерге ассоциация болсын деп Киров деген университет, міне Әл-Фарабия, бұрынғы кезде Киров деп аталған. Осы жақта журналист мамандығын оқып шыққан екен. Одан соң ары қарай білімін дамыту мақсатында Максим Горький атындағы әдебиет институтына барып, білімін жалғастырады. Оқу орны негізі ұбт-да келе бермейді. Келесі, міне осы бетті скриндап алыңыздар, конспектіге жазып алыңыздар. Мен қазір сіздерге күшті лайфхак айтатын боламын. Қараңыздар. Бұл кісінің көздеріңе ғашықпын, жұлдыз жарығы, жүректегі жарылыстар, Алтайдың алтын тамыры, ұлыстың ұлы күні, ақ керуен, Алтай асулары, замана, киіз кітап, Ахиллестің өкшесі, ынтықзар, Әбілхаят, қанат қақты деген секілді нелері бар, шығармалары, кітаптары бар екен. Алдыңғы сабаққа қатысқан оқушылар, бұны біз қалай байланыстырған едік? Естеріңізге түсіріп, чатқа жазып жіберсеңіздер. Қараңыздар, негізі Ұлықбек, былай жаттаймыз. Ұлықбек, мынау жұлдыз жарығы деген шығарманы біз жұлдыз деген қыздың атымен алдық, жұлдыздың көздеріне ғашық болып, міне көздеріне ғашық болып, көздеріне ғашықпын деген. Көздеріне ғашық болып, жүрегі алып ұшып дейді ғой, жарылыс деген сияқты, жүрегі алып ұшып, не істейді? Оған үйленеді, Оған үйленгеннен кейін бұлардың қандай баласы болады дедім? Олардың Ахиллес деген баласы болады деп айттым, Осылай байланыстырып жаттап алыңыздар. Ұлықбек жұлдыздың көздеріне ғашық болып, жүрегі жалып ұшып, Ахиллеске үйленеді, сосын Ахиллес деген балдары болады. Яғни Ұлықбектің көздеріне ғашықпын, жұлдыздың жарығы, жүректегі жарылыстар, Ахиллес деген шығармасы бар деген мағынаны білдіреді. Одан соң келесі, мынаны өшіріп тастайық. Келесі екінші шығарманы байланыстыру әдісін айтайын. Енді Алтайдың алтын тамыры, ұлыстың ұлы күні, ақ керуен, Алтай асулары дейді. Мынаның барлығы Наурыз мерекесін еске салып тұрғандай. Ұлықбек, ұлыстың ұлы күні, яғни ол Наурыз деген сөз, ұлыстың ұлы күні. Ақ керуенмен, яғни керуенмен бірге деген сөз ғой, ақ керуенмен Алтайдан, Алтай асуынан асады деп жаттап алайық. Алтай асуынан асады. Яғни Ұлықбектің ұлыстың ұлы күні, ақ керуен, Алтай асулары деген шығармасы бар. Соны білдіге. Келесі замана, киіз кітап. Киіз деген сөзді негізі мына жерге біріктіріп жіберуге болады. Наурыз кезінде киіз үй құрылады деген мағынада деп айтқан болатын міне. Одан соң келесі мынандай шығармалары бар екен. 4-5 қатардағы шығармаларға назар аударсаңыздар,
Әбілхаят бұл біздегі топ 10 шығарманың қатарына кірген. Осын жаттап алыңыздар. Бұл ұбт-да 2 жыл болды қатарынан қалмай келе жатыр. Яғни Ұлықбектің үздік 10-дық шығармаға кірген шығармасының атауы қандай? Әбілхаят. Әбілхаят, е? Жаттап алыңыздар. Топ 10 деп жаттап алыңыздар. Одан соң келесі бізде Семей Невада деген бар. Және де Заманай деген шығармасы тұр. Міне көріп тұрсыздар, е? Жалпы Ұлықбек қай жердің тумасы? Осыны бір айтып жіберсек, себебі бұл мынау тақырыпқа тікелей қатысты. Ұлықбектің туған жері қай жер? Қане оқушылар? Оқушылар, Ұлықбектің туған жері. Оңай ғой. Шығыс Қазақстан, дұрыс айтасыз, Диана. Соның ішінде қай жері шығыстың? Семей Невада деп өзі айтып тұр ғой. Семейден, Семейдің ішінде Зайсаннан. Өте дұрыс. Мұқият тыңдап отырғандарыңыз көрініп тұр. Енді қараңыздар, өзі Семейде 1949 жылы Семей ядролық полигоны жарылады, сынақ өткізіледі. Одан соң халықтың арасында, шығыстықтардың арасында үлкен жаңағы дерт, Семей полигоны деген дерт пайда болады. Соған байланысты Семей Невада деген қозғалысы жасайды. Негізі бұл жаңағы Семей Невада қозғалысының негізгі басшысы Олжас Сүлейменов еді, ал қолдаушы бізде кім екен? Ұлықбек Есдәулет. Одан соң осы Семей жарылысына байланысты Заманай деген шығармасы шыққан екен. Заманай. Енді қараңыздар оқушылар, мынау Заманай тек қана біздің қазақ халқына ғана емес, халықаралық гимн ретінде еніп кеткен. Халықаралық. Қалай сонда бұл? Бұл айтқанда жарылыс тек біздің Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде орын алады. Сондықтан осы Ұлықбектің Заманай өлеңін басқа да ұлттар жарылыстың гимніне айналдырған екен, әнұранына айналдырған. Соның нәтижесінде Корей халқы осыған клип түсіріп, караокелерге қойып, жарылыс кезінде осы гимнді қояды екен. Жаттап алдыңыздар ғой, Корей халқы негізі қолданады, жаттап алыңыздар. Одан соң келесі бізде бұл кісінің тағы да томдық шығармалары бар екен. Томдық шығарма. Ол деген өзі үшеу ғана, біріншісі мынау, екіншісі мынау, үшіншісі мынау. Енді мен бұны былай айтамын. Ұлықбек деген жазушы, Қазығұрттың басында не істейді? Шығармасын жазады. 3 томдық шығармасын жазады, текші. Жазады. Енді қараңыздар. Жазушы дегеніміз, жазушы баспасы. Міне, тұрма тұр. Қазығұрт дегеніміз, Қазығұрт баспасынан шыққан дегенді білдіреді. Ал 3 томдық деген, міне 3 томдық шығармалар дегенге келіп тұр ма? Келіп тұр. Есімізде қалды ма жалпы? Ұлықбек деген жазушы Қазығұрт басында 3 томдық шығармасын жазды. Яғни Ұлықбектің Қазығұрт баспасынан шыққан, жазушы баспасынан шыққан 3 томдық шығармалары бар дегенді білдіреді. Түсінікті болды ма жалпы? Түсінікті болып жатыр ма? Одан соң оқушылар қарай қойыңыздар. Бізде Ұлықбек Есдәулет шетел ақындарын қазақ тіліне аударған екен. Енді менде тағы да бір лайфхак бар. Жаттап алыңыздар. Бұл Лермонтов, Блок, Кедрин, Рубцов деген кісілерді аударды ғой. Енді біз бұны қалай ұмытып қалмай жаттаймыз? Қараңыздар. Лермонтов, Кедриннан, Кедрин деген Лермонтовтың досы болып деп жаттап алыңыздар. Кедриннан Блоктап кубик Рубик алып келуін сұрады. Ал ол өтінді дей салайық. Енді бұл жерде нені байқап тұрсыздар? Лермонтов пен Кедрин дос. Блок деген енді Блоктап деген қалай сіздердің тілдеріңізде қалай түсіндірейін? Үлкен жаңағы жәшікпен деген сияқты ғой. Жәшікпен деген сияқты Блоктап, яғни ол блок дегенді білдіреді. Блоктап кубик Рубик алдырды. Кубик Рубик дегеніміз бұл Рубцов деген мағына білдіреді.
сіздерге ассоциация ретінде міне кубик Рубиктің суретін қойып қойдым. Мида қалды ма жалпы? Лермонтов Кедриннан блоктап кубик Рубик алып келуін өтінді. Лермонтов блок Кедрин Рубцов деген ақындарды аударған екен. Келесі қараңыздар. Мына бетті оқушылар жақсылап скриндап алыңыздар, шығарып алыңыздар, жазып алыңыздар. Бұны жаттап жүру маңызды, себебі мына ұбт-да 100% келеді. Енді қараңыздар. Ұлықбек Есдәулеттің драмалық поэмасы бар екен. Драма дегеніміз, мен әдейі сіздерге ассоциация болсын деп қарамен бояп қойдым. Драма ол соңы өте мұңлы аяқталатын шығармалар. Драма дегенде бір көз алдымызға бір жойқын жарылыстар, бір алай-дүлей болып жатқан бір ауа райы, болмаса сондай бір нәрселер елестеуі мүмкін. Қара түсті бір түнек елестеуі мүмкін драма десек. Яғни драма бұл қара түс деп жаттап алайық. Қара яғни бұл қара пима дегенді білдіреді екен. Одан соң жаңа мен айттым, бұларды қазір айтам, қоя тұрыңыздар. Одан соң Ұлықбек Есдәулеттің опералық либреттосы бар екен. Ол бейбарыс деп айтылады екен. Опера деген былай айтқанда хор ғой, хормен айтылады, хормен айтылатын бейбарыс деген шығармасы бар екен. Бұны да жаттап алыңыздар. Сосын Ұлықбек Есдәулеттің поэтикалық драмасы бар екен. Бұл Зере деп айтылады екен, Зере. Жаттап алдық деген ойдамын. Енді қараңыздар оқушылар, сіздерден кері байланыс болсын. Халықаралық антиядролық қозғалыстың еміне айналған және жапон тіліне аударған клип түсірілген бізде қандай шығарма деп айттық? Естеріңізде ме? Жаңа ғана айттым, емге айналды, жапон тіліне аударды. Мен корей деп қойыппын, кешіріңіздер, жапон тіліне аударды. Сонымен қатар клип түсірілді дедім ғой. Сол бізде қай шығармасы еді? Қане оқушылар. Нұржайна өте дұрыс айтасың. Заман-ай шығармасы, заман-ай. Барлығында қатып жатыр ма? Ансара өте дұрыс айтасың. Нұржайна дұрыс айтады. Диана өте жақсы, заман-ай екен. Естеріңізде қалған екен, дұрыс. Одан соң келесі бізде оқушылар қараңыздаршы. Ұлықбек Есдәулеттің қазақ поэзиясына, жалпы айттым, қазақ әдебиетіне өте үлкен үлесін тигізген деп. Біріншісі жаңағы жазушылар одағын алып қалғандығы болса, мынау бізде екінші пайдасы қазақ әдебиетіне ақ өлең деген жанрды қалыптастырған екен. Дұрыс естіліп тұр ма? Әлде қатып тұр ма? Қане? Ақ өлең деген жанрды қалыптастырған екен. Бізде ақ өлең деген тарихқа негізделген, тарихи шығармаларда көптеп қолданылады. Одан соң бізде осы ақ өлеңге құрылған шығармасы деп келеді ұбт-да. Ол бізде біз түркілеріміз екен. Яғни Ұлықбек Есдәулеттің қазақ әдебиетіне негізін салған жанры бұл ақ өлең немесе верливр деп айтылады. Осы жанрда жазылған шығармасы біз түркілеріміз деп айтылады екен. Жаттап алдық қой, Тура мектеп баспасында. Менің дауысым қатып жатыр ма, естіліп тұр ма? Дұрыс болса, ары қарай. Енді қыздар, оқушылар, ұбт-да соңғы кезде пікірлер көптеп келіп жатыр екен, пікірлер. Ол пікірлерді міндетті түрде жатқа білуіміз қажет. Бірақ енді біз қайсы бір пікірді жаттай береміз, дұрыс па? Сондықтан мен тағы да бір лайфхак айтқым келіп тұр. Қараңыздар,
Соңғы 2 жылда ұбт-ға кірген оқушыларымның айтқан пікірі міне осы екеуі. Қараңыздаршы, Ұлықбек ақын өлең техникасының озық үлгілерін қалтқысыз меңгерген қалам иесі. Рубаят ұйқастарының табиғаты жасанды емес, халықтық. Сондықтан жеңіл ұйқасып, оңай сырласып кете бересің. Жалпы халық тіліне жүйрік, асыл қазынасын бойына сіңіріп өскен дүлдүл шайыр рубайлары қиындықсыз тез жатталады дейді. Енді қараңыздар, мынандай ұзыннан ұзақ пікірді менің миым қабылдамайды дейтін болсаңыздар, арасында кілт сөздерді қызылмен бояп отырайын. Қараңыздар, енді бізде қазақтарда мынандай тіркес бар ғой, сөз тіркесі. Сырласу, дидарласу. Дидарласу, сырласу. Яғни, сырласу деген сөйлемнің ішінде, пікірдің ішінде бар ма? Бар. Ал дидарласу деген бұл бізде пікірдің авторы екен. Есімізде қалды ма? Яғни Дидар Амантай осындай пікір айтты, оны біз қайдан білеміз? Ішінде сырласу деген сөзі болу керек. Дидарласу, сырласу деген бұл бізде қазақ тілінен білетін шығарсыздар, синоним сөздер. Осылай жаттап алыңыздар. Келесі тағы да бір пікір бар екен. Ұлықбек ерте көзге түсті. 9-шы сынып оқып жүргенде бір топ өлеңмен Лениншіл жас газетінің жарты бетін алып жарқ ете қалғанда, әдебиетке тегеурінді таланттың келгенін үлкен ақсақалдарымыздан бастап, есімдеріміз көпшілікке енді таныла бастаған, біздерге дейін түгел мойындадық дейді. Қараңыздар оқушылар, тегеурінді деген сөздің мағынасын іздеп көретін болсаңыздар, темірдей қатты, мықты деген мағынаны білдіреді. Ең бастысы темірдей қатты деген мағынаны алайық. Темірдей қатты. Енді қараңыздар, темірдей қатты. Тегеуріндінің мағынасы сондай болса, бұл пікірдің авторы кім? Темірбек Медетбек. Яғни Темірбек деген сөздің ішінде темір деген тіркес бар екен. Есімізде қалды ма жалпы? Осылай ұйқастыруға, осылай байланыстыруға келеді ме екен? ұбт-да осындай ұзын пікір келсе, мен бәрібір пікірді білмеймін ғой, қойшы деп кейбіреулері өтірік наугат баса салады. Сондықтан олай өтірік баспаймыз. Әр қайсысын оқып, арасынан осындай байланыстыратын сөздерді алып, байланыстырып жаттаймыз. Алдағы уақытта мен осындай пікірлердің барлығын жинап сабақта үйретіп отыратын болам. Бастысы есімізде сақтап жазып отырайық. Келесі, бізде мектеп баспасында бұл кісінің «Біз түркілерміз» деген шығармасы берілген. Енді сіздердің тыңдамай отырғандарыңызды байқау үшін бұл өлең қандай жанрда жазылған, соны жазып өтсеңіздер. Жаңа ғана айттым, Ұлықбек Есдәулеттің өзінің құраған жанры дедім, тарихи жанр дедім. Нұржайна өте дұрыс айтасыз, ақ өлең жанрында. Немесе вир-ливре, тарихи. Кеттік, олай болса, толық нұсқасын оқу керек па дейді. Бұл міне осындай ғана қысқа ғана, кішкентай ғана шығарма, осы сабақта талдап тастайық. Қараңыздар, біз түркілерміз дейді. Енді осы орайда менің өзіме жеке келген мынандай бір сұрақ болды. 2021 жылы «Біз түркілерміз» шығармасында көп қолданылған сөз тіркесі деген сұрақ келді. Мына жерде біздің халық деген сөз, ол жерде біздің халық деген сөздер болды. Ата бабам деген сөздер болды. Көп сөз болды негізі. 5 вариант қой өзі. Негізі бұл өлеңнің ішінде ең көп қолданылатын тіркес «Біз түркілерміз» екен. Қараңыздар, 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет қайталанылған екен. Енді көк аспандай жарқылдап күркірерміз, көк аспанның бұлтындай сілкінерміз. Бұл жерде екі қатардан талдайық. Көк аспандай жарқылдап дегендегі негізгі астары біз бұрын көк бөріге табынғанбыз деген мағынаны білдіріп тұр. Көк бөріге табынғанбыз. Анау Бумын Күлтегін жазбалары бар ғой, Күлтегін Орхон Енисей ескерткіштері. Сол ескерткіштер біздің жалпы тарихымызды білдіреді деген мағынада жазып қалдырған. Көк тәңірден қуаттап біз түлерміз дейді. Білетін болсаңыздар, бұрын отқа, суға, қасқырға табынған, соны осында айтып тұр. Кеудемізді билеген асқақ арман, тарихымыз дастан боп таста қалған. Таста қалған деп нені айтып тұр? Жаңа айттым, Орхон ескерткіштері. Бұл құлпытас.
яғни біздің бұрынғы өткен тарихымыз осы құлпытаста ескерткішті дастан болып қазіргі күнге дейін жетті деп айтып тұр бізге. Тірсегіміз тілінген кездерде жан жүректі жерім жоқ жас қамалған. Тарихи оқиғалар қандай неше түрлі жаңағы шапқыншылықтар, көтерілістер болды. Оның барлығы неге алып келді? Қырғын жойқын соғыстарға алып келді. Сол кезде жасқа малған дейді. Яғни барлық жерім былай айтқанда соғысты көрді деген мағынада айтып тұр. Жұтып қойған ғасырлар өктем үнін айға қарап ұлыған көк бөрімін дейді. Яғни көк бөрінің жаңағы табынғандығын соны айтып тұр. Сосын атқа мінсем кетемін аруақтанып, арасында желік бар иттерінің атқа мінсем кетемін айбаттанып, қылышымды көрсем кетемін қайраттанып дейді. Бұл жерде мынау ат деген қазақ халқы жылқы малды не істеген? Дәріптеген, жылқы малдың дәріптеген. Фируза қазір идеясын айтам, толық талдап болайын, сосын сендерге мына жерде жазып отырғандарды идеясымен байланыстырып айтып берем. Жылқы малына ерекше көңіл бөлген, осыны айтып тұр. Сосын ғасырлардың бетіне қалқып шыққан біздің халық, бұл да бір қаймақ халық дейді. Не айтып тұр бұл жерде? Қалай ойлайсыңдар? Ғасырлардың бетіне қалқып шыққан қаймақ халық деп кімдерді айтып тұр? Қалай ойлайсыңдар? Кімді айтып тұр? Біздің бұрынғы қаймақтарымыз, ұлт зиялыларымызды айтып тұр ғой. Түркілерді айтып тұр. Дұрыс, түркілерді де алсақ болады, ұлт зиялыларын да алсақ болады, Байтұрсыновты алсақ болады мысалы. Неге ол ұлт зиялыларын бұл шығармаға қосты енді? Себебі мен жаңа айттым сабақтың басында, Ұлықбек Есдәулет осы ұлт зиялыларының басып өткен жері жазушылар одағын аман алып қалды дедім. Яғни соларды да осы шығарманың ішіне кіріктіріп отыр. Намысымда ешкімге таптатпаған Түркістанның күмбезі асқақтаған. Түркістандағы күмбезді кім біледі? Қандай ескерткішпен танымал Түркістан? Қане, Түркістан қандай ескерткішпен танымал? Және ол ескерткішті кім салдырды? Ол да осы біз түркілеріміз өлеңіне тікелей қатысы бар. Дұрыс айтасыз, әдемі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Соны айтып тұр. Ол кесенені бізде Әмір Темір салдырды. Ол да бізде тарихтағы үлкен бір жаңалықтың бірі. Бабаларым жатыр ғой, бата беріп, аруақтар аманатын ақтап бағам дейді. Бұның барлығы жаңағы бабаларым деген сол Қожа Ахмет Яссауи, жаңағы Әмір Темір, Арыстан баб соларды айтып тұр. Көк тәңірден көңілге нұр тілеріміз, көк аспандай әлде күркіреріміз, көк бөрілі көк байрақ көкке шықса, қай дұшпанның алдында іркілеріміз деген өлеңнің соңғы жолдары. Көк байрақ, яғни біздің тәуелсіздігіміз бар, көк байрағымыз бар. Біз осындай мықты ел болатын болсақ, тарихымызды білетін болсақ, ешкімнің, яғни дұшпанымыздың алдында іркілмейміз деген мағынада айтып тұр. Соңын біз түркілерміз деп аяқтап тұр. Енді жалпы бұл шығарманың мағынасын түсіндік деп ойлаймын. Енді мағынасын қалай түсіндік, қандай идея айтқысы келіп тұр екен, оқушылар жазып өтейікші. Сіздердің ойларыңызша бұл шығарманың идеясы қандай, нені меңзеп тұр? Қане? Нені меңзеп тұр екен? Негізгі идеясы, негізгі мәні қандай екен? Қане жазып өтейік. Фируза непростые дейді. Жалпы ақ өлең жанрына келіп тұр ғой, тарихты толығымен бізге не істеп тұр, жеткізіп тұр, Өлеңнің негізгі идеясы патриотизм ғой, оқушылар. Ұлтты жаңағы тарихын зерделеу, тарихын дәріптеу, ұлтты ары қарай биік шыңға жеткізу, негізгі идеясы. Мынаның барлығын алып келіп, ең соңында қараңыздаршы, сонша біздің тарихымызды айтып келіп, соңына келді, қай дұшпанның алдында іркілеріміз деп тұр. Осындай мықты болатын болсақ, біз не істейміз? Биікке жетеміз деп тұр. Қиындық көріп, бірақ мойымай содан шығу өте дұрыс айтасыңдар.
түркі халықтарының мақтылығы және тарихы туралы. Жалпы барлықтарының ойларымен келісемін. Енді Ұлықбек Есдәулеттің шығармасы түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ енді түсінікті болды ма? Сабақ түсінікті болу үшін мен маңызды деген жерлерді тағы да бір шолып өтейін. Жаңа әдем айтты ғой, маңызды жерлерін бір айтып өтіңіз, жазып алайық деді. Олай болса, мен тағы да бір сабақтың басынан бастап бір маңызды деген жерлерін айтып кетейін. Шыңғыс Айтматовқа қатысты ең маңызды нәрсе, ең алғашқы әңгімесі дегенді жаттап алыңыздар. Не дедім? Әшім деп жаттап алыңыздар дедім. Әшім. Әшім. Одан соң келесі маңызды нәрсе, мынаның барлығын, жаңа қайық, аспалы көпір, шығармалардың атын білу керек. Сосын мынау міндетті түрде бұтта келеді. Гуманизм негізгі тақырыбы. Сосын келесі мыналарды енді жаңа кері байланыспен білдім, жаттағандарыңызда көрініп тұр. Бұларды. Сосын алғашқы ұстаздағы Алтынай мен Дүйсенді біліңіздер. Одан соң бұның повест екенін біліңіздер, ең маңыздысы повест. Сосын Алтынайдың академик екенін біліңіздер. Бұл өте маңызды нәрсе. ұбт-да осы келеді. Академик бұл бізде кім екен? Алтынай Сүлейменова екен. Сосын Ұлықбек туралы тағы не айтайық мына жерде? Міне шығармаларын міндетті түрде білу керек. Осы шығармалардың ішіндегі топ 10 шығарма, топ 10-дықтың ішіне кірген Әбілхаят, Семей Невада мен Заманайды білу керек. Ең маңыздылар осы. Сосын мынау томдық шығармалар міндетті түрде білу керек. Мынау ақындарды да білу керек. Бұларды да бір жаттап алыңыздар. Сосын осы бетті жақсылап тұрып есте сақтап алайық. Қарапима, Бейбарыс, Зере, осы 3 түрлі тақырыпты жаттап алыңыздар. Драма Қарапима, опера Бейбарыс, драма тағы Зере. Ұлықбек Есдәулеттің ағыз дедім. Біз түркілеріміз өлеңін толығымен талдап бердім. Одан соң осы пікірлерді білу керек. Дидарласу, сырласу, тегеурінді деген темірдей қатты, яғни темірбек, медетбек екен. Одан соң біз түркілеріміз өлеңінің толық идеясы. Жалпы сабақ түсінікті болды ма? Сабаққа берер бағаларыңыз болмаса қоятын сұрақтарыңыз. Оқушылар, мендегі бір ұстаным, мен оқушы мен мұғалім ретінде емес, оқушы ретінде сөйлескім келеді. Сондықтан бүгін сіздердің әдебиет группаларыңызға кіремін. Сол жерде мысалы алғашқы ұстазды бердім бе оқуға, сол шығарманы біз талдайық, әңгіме ретінде талдайық. Мысалы Алтынайдың істеген қылықтарын, Дүйсеннің қылықтарын талдайық. Солай бір-бірімізбен пікір алмасып, тәжірибе алмасып отырсақ, осындай түрлі лайфхактарды жаттап отыратын болсақ, айтып отыратын болсақ, біздің миымызда не қалады? Жақсы сақталады. Одан соң, мынау соңынан кірген оқушыларға бір түсіндіріп өтейін, қыздар. Бізде аптасына 3 рет сабақ болады. Сол 3 сабақтың 2-ін ағайларыңыз өтеді. Ол жерде 10-шы сыныпқа дейінгі тақырыптар өтіледі, ал мен 10-11-дің тақырыбын өтетін боламын. Енді әр жұма күні осындай уақытта менің сабағыма кіретін боласыздар. Бірақ менің сабағыма кірмес бұрын жаңағы айтқан талаптарды міндетті түрде орындап келіңіздер. Шығарманы міндетті түрде оқисыздар. Сосын шығармаға композициялық талдау жасайсыздар. Мен айтқандай бір блокнотта арнаңыздарды жақсылап тұрып, болашақтарыңыз үшін шығармаларды рет-ретмен жазыңыздар. Бұл университетте де керек болады дедім. Сосын тағы не айтайын? Одан кейін бізде 11-ші сыныпта Мұхтар Әуезовтің Абай жолы бар екен. Сосын Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы бар екен. Ең үлкен 2 шығарма. Бұл 2 шығарманы мен сабақтың ең соңына, яғни қай кезге де желтоқсан айына қойып отырмын. Ол кезге дейін сіздерге жақсылап түсіндіріп беру үшін өзім де толық оқып дайындалып келуім керек. Сондықтан біз осы желтоқсан айына дейін алғашқы ұстаз секілді қысқа шығармаларды оқып машықтанатын боламыз. Одан кейін соңғы айларда үлкен шығармаларды оқып қайталау айына осыларды қайталап жүретін боламыз. Түсінікті деген ойдамын. Жалпы барлықтарыңызға сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Атсалысып сұрақтарыма жауап беріп отырғандарыңыз үшін рахмет. Енді сіздерден телеграмды кері байланыс күтетін болам. Сау болыңыздар, сабақты аяқтайық. Егер айтатын ұсыныстарыңыз болса, әрине жазып өтіңіздер.